Қадірменді ұстаздар, құрметті семинар кеңеске қатысушылар, баршаңызды жаңа оқу жылының басталуымен құттықтаймыз. Сапалы білім беру бәсекеге қабілетті, өркениетті ел болудың кепілі. Адамзат тарихындағы жетістіктің барлығы білім мен ғылымның жемісі екендігі сөзсіз. Сондықтан да біздің білім берудегі бар жұмысымыз жас ұрпаққа мән мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беруге негізделген. Ақтау қаласы бойынша білім бөлімі жаңа оқу жылын 30 жалпы білім беретін, 1 кешкі, 2 қосымша және 33 жекеменшік мектеп, 135 мектепке дейінгі мекемелермен бастамақ. Жаңа оқу жылында 18 және 19 шағын аудандарынан 1200 орындық 2 мемлекеттік мектеп, 5105 орындық 10 жекеменшік мектеп іске қосылады. Аталған білім ордаларында 4935 мектепке дейінгі ұйымдарда 1824 педагог еңбек етеді. Оның ішінде 45 педагог шебер, 802 педагог зерттеуші, 705 педагог сарапшы, 1263 педагог модератор және 3336 санатсыз педагогтар бар. Өткен оқу жылындағы оқушылар саны 62910, білім сапасы 51,4% болса, жаңа оқу жылында 7500 оқушы мектеп табалдырығын алғаш рет аттағалы тұр. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы қамтылған бала саны 18392. Материалдық техникалық базаны нығайту, оқушыларды оқыту мүмкіндігін кеңейту мақсатында білім беру ұйымдары жаңа модификациялық үлгідегі 4 биология, 1 физика, 6 химия, 11 робототехника, 6 STEM, 9 бастапқы әскери дайындық кабинеттермен жабдықталып, 277 ноутбук, 30 интерактивті панель алынуда. Сонымен қатар, Отпан Маңғыстау облысындағы тірек мектептер желісі жобасы енгізілген 13 мектеп 6-7 арнайы кабинеттермен толықтырылады. Бүк 506 педагог жеңімпаз атанса, облыстық кезеңде 73, республикалық кезеңде 15, халықаралық кезеңде 2 педагог жүлделі орындарға ие болды. Республикалық жаратылыстану математика пәні мұғалімдердің олимпиадасының нөмірі 30 мектептің физика пәні мұғалімі Бақаев Әлібек Талғатұлы 1-ші орын. Математикалық регата сайысында Метаскол жекеменшік мектебінің мұғалімі Кубеев Бауыржан. Нөмірі 17 мектеп мұғалімі Ураков Әлібек, Жасқанат мектебінің мұғалімі Рахметуллаев Айтымбет 1-ші орын. Республикалық мұғалімдер спартакиадасында волейболдан Төлеген Айбергенов атындағы нөмірі 19 мектеп гимназиясының командасы 3-ші орын. Үздік авторлық бағдарлама байқауына нөмірі 30 мектептің биология пәні мұғалімі Турганалиева Айнагүл 2-ші орын. Педагогикалық идеялар панорамасы байқауынан Ибаш Жамболатов атындағы нөмірі 15 мектеп гимназиясының ағылшын тілі пәні мұғалімі Қуанышева Гүлбану Ыдырысқызы 3-ші орын. Нөмірі 30 мектептің физика пәні мұғалімі Бақаев Әлібек Талғатұлы 2-ші орынды иеленіп, қала мерейін арттырды. Халықаралық Роболанд 2024 робототехника бағдарламалау және инновациялық технологиялар 9-ші фестивалінде Тұтқабай Әшімбаев атындағы нөмірі 11-ші лицейдің информатика пәні мұғалімі Батқанбаева Избибі Далабайқызы 2-ші орын. Фариза Оңғарсынов атындағы нөмірі 29-ші мектептің көркем еңбек пәні мұғалімі Атаназаров Марат Әбубәкірұлы 3-ші орын иеленді. 2023-2024 оқу жылында білім беру ұйымдарын 2815 түлек бітірсе, 2356 оқушы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысты. 35 оқушы алтын белгі, 175 оқушы үздік аттестат иегері атанды. Түлектер арасында 1103 түлек мемлекеттік білім грантын жеңіп алып, грант иегерлері саны өткен оқу жылынан 325 оқушыға артты. Ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесі бойынша Нәсіпқали Марабаев атындағы нөмірі 7-ші мектеп лицей, Тұтқабай Әшімбаев атындағы нөмірі 11-ші лицей, мамандандырылған IT лицей, Қазбілім Ақтау ұлттық лицейі, New Format High School жекеменшік мектебі үздіктер қатарында. Құрметті әріптестер, білім беру саласында сапалы білім мен саналы тәрбие берудегі жоғары жетістіктерге қол жеткізіп жүрген ұстаздарымызға алғыс айтамыз. Жаңа оқу жылы құтты болсын. Жас ұрпаққа білім беру жолындағы еңбектеріңізге сәттілік тілейміз.